Ол үшін мемлекетше не әлеуметтік болсын үздікте пропаганда болмасын деп ше үздік жұмыстарын алады так бірінші самал сразу ұштарға қалады балжан сен намынаға көресің шығыс балжан болмайсың деп шығарып өмірінде сіздіңіз намыққа үшінші топқа және Ayacağım, sen de yaparsın. Abi lider yaparsın. Ağzını ver. Sen de peki, bir şey. Kaçak bir şey. Yani bu favori işte. Her ay tarafında favori. Birinci, ikinci, üçüncü de koyacak. Nasıl biraz işte beş ton. Ben de ikinci. Yedinci, üçüncü stoya. Енді Юнусқа бірінші топ тағы отырасыз. Шығыс Сәлем жас зерттеуші, мен Евклид, ежелгі Грекиядан келген ғалыммын. Бүгін сендермен бірге бұрыштардың сырын ашпақпын. Геометрия ажайып ғылым. Ол бізді қоршаған дүниенің реті мен үйлесімін түсінуге үйретеді. Бүгінгі тақырыбымыз сыбайлас және вертикаль бұрыштар. Олардың қасиеттері. Ол ұғымдар кез келген фигураның негізі. Сабағымыздың мақсаты сыбайлас және вертикаль бұрыштардың анықтамасын меңгеру, олардың қасиеттерін дәлелдеп, есептерде қолданар дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар перпендикуляр түзулер туралы білімді де еске түсіреміз. Екі түзу қиылысқанда не пайда болатынын еске түсірейік.
бұрыштар, олардың арасында байланыс пен бірге анықтаймыз. Ойлан, бақыла, нағыз геометрия әлемінің шебері боласың. Бүгінгі сабақта ұстазым Нұрай Бақытханқызы сендерге бағыт береді. Барлығыңа сәттілік тілеймін. Сен бүгін сүйе қойдың. Енді балалар өздеріңіз бастау неге алдында сөзге барып геометрияның негізінде геометрия деген оқуды шығарған ғалымдардың бірі, яғни бұрыштарды, жерді өлшеу керек, жерді білу керек, жердің өлшемдері бар деген оқуды енгізген ғалымдардың бірі. Ол бізде эвклид болады. Сол себептен эвклидпен танысып, түрінен сәл де болсын хабардар болайық деп осы кісіні таңдап қойдым. Енді бүгінгі тәсілде бұрыштар және олардың қасиеттері алдын өткенімізде бүгінгі сабақтың мақсаты айтып өтті, дәлелдеу және қолдану перпендикуляр ұғымын білу. Яғни алдыңғы тақырып перпендикуляр ұғымын айтып өту. Перпендикуляр дегеніміз қанша расхотен? Перпендикуляр қанша расхотен? Не бұрыштан деген қандай? Енді өткенде үй тапсырмасын өткенде қайда оқыдым? Қайда өтсеген болсын? Өткенде, мысалы, мына жерде өтке барғанда, осы өткендегі бұрыштарды жалпы қосындысы қанша градусқа тең барады? 360 градусқа барады. Мысалы, шеңбердің ішіндегі бұрыштар қосындысы қанша? 180. Жоқ, шеңбер, толық шеңбер. 360. Енді тігінен қарама-қарсы бұрыштар тең деген. Бұл қандай ұғым? Яғни екі тұсы қысқан кезде өзара бір-біріне қарама-қарсы шыққан бұрыштар, яғни пайда болған бұрыш, ол бізде қайсы бұрыштар? Мына бұрышпен және мына екеуі бір-біріне қарама-қарсы бұрыш шығады. Осы төрт бұрыштың ішінде бізде тігінен қарама-қарсы бұрыштар өзара тең, бұлар вертикаль бұрыштар. Енді бұрыштар дегеніміз не? Өздері білесіңдер, шыны дегеніміз, яғни төбесі шыны деп атаймыз кейде. Ол осы бұрыштан осы нүктеден шыққан сәулелер арқылы пайда болған бұрыш. Қанша градусқа тең болып тұр? 45 градусқа тең. Бұл дәрді аңғай көрсетілуде. Келесі бұрыштың түрлері. Бұрыштың түрлері сүйек дегеніміз 0 мен 90 градус бұрыш. Яғни 0 градус пен 90 градус арасындағы бұрыштар, ал тікенен 90 бұрыштарда 90 градус. Рефлекс дегеніміз мынау жанды беттен асқан 180 мен 360 градус арасындағы бұрыштарды рефлекс бұрыштар. Бұрыштың түрлері айтып өттік. Мына түрлері міне сүйек. Өзі сүйек орналасқан бұрыштарды сүйек бұрыш. Одан кейін дәл бұрыш. Яғни нәтижесі мәлім 90 градусқа тең. Одан кейін 90 градус аралығында доғал рефлекс деген 90 градусқа асып тұр. Яғни 180 мен мына 90 градусқа асып тұр. Қалай 180 градус құрамында және де 360 градус рефлекс бұрыштар жасаймыз. Енді оның бәрінен пайдалы өтетін болсақ, бәрі 90 градустың ішінде 90 градусқа тең. Мынау ше 90 градустан үлкен асады. Осылай бар бұрыштар аталып дейміз. Толық бұрыш дегеніміз, яғни толық бұрыш дегеніміз міне 360 градус. Мысал, міне ең қарайық осы жерде. Жетіспек бұрыштарымыз олар дәл яғни жетіспек бұрыштар. Ал мына жерде өз жалпы қанша градус? Ол қанша градус? Мына үшеуін қосып X тапқан. 390 бізге мына жерде келгенде
Koyarız istedim. Kıyıda böyle. Boşlar kadar da dönüp uyum olmasın. Boşlar. Cevap burada tamam. Tamam nefes al. Al. Hadi boş dur. Hayır dönüp kaçırın. Şimdi apa jangan bersuap sekali. Lalu dia dulu di sini kaçırmak. Ama yine olur da kaçır. Orada mısın yoktur. Suyu domatesi. Suyu. 90 lastikten askıya. Lalu dia ne? Domatesi. Böyle. Toş doğal. Yine mana jadi kita gitu. Kita siapa kita gitu. Suyu. Doğal. Енді құштар қарайтын көріп, нәтиже қарамаған, исағаш қанша қазы мысалға? Сүйір, егер ұқсамастан, бұл үйден атсақ едім, атырымыз болды. Енді алшайтыршы, қанағат емес және, Қырғалды градус 44 градус. Неге? Қанша градус? Қандай? Күшті күшті. 90 градус дейін айырмасы болған. Мына жерде бәрі жауаптар береді. Несі? Ұстадым. Ұмытып қалдым. Қазір. Енді бізде топтық жұмыс, оқулық бойынша жұмыс істейік. Уақытын жетпей қалады. Топтық жұмыста яғни әрқайсысына бір есептер, нөмірді жазылмайды. Сендер кітаптан оқып бастаймыз. Бірде 60-ты, бірінші топ, бірде 60-ты, екінші топ, бірде 62-ді, үшінші топ шығарамыз. 62-ді. Оқулық бойынша Кімдайын? 2 минут бар, 3 минутқа келеміз. 5 минут берейін шығарсың. Аяқ болып, бірінші топ бірде 60, екіншіде 64, одан кейін 62. Марапқа спортпен дәптер сұрады қалдар.
Neyiniz var? İyi bir balık. Halk değerli oluşan stası, limon fizyologisi, yıktısı yılsadı, üstü tıkandı. Eğer bir kuşpet sıvarası yıkı kuşun tosunsa, cüstrat fatin olsa, onda kuştu şaması değişir ve sportiydi. Odan ki yıktısının kılsıkana faydalı olan, bәрі yıktısı kılsıkırıyor. Sıvarası bir mesifel kalışın, yıktısı kılsıkırıyor. Mesela, kuşun kılsıkırgan, ne yıkıyor? Da bir çıkış olmuş. Ne? İki çıkış. Üçüncü. So'zim to'rtinchi kush. Endi o'sha yerda nega men uchdan 8 belgilab qo'yib, sebebi ikkovi o'zlari bir-birini bo'ladi. Smaylas bo'ladi, ya'ni qaramashlik qushlar vertikal bo'ladi. Ya'ni vertikal qushlar o'zlari teng bo'ladi. O'sha yerda bizga berilgan agar bir qushning smaylas yengil qushning qo'shnisi juda teng bo'lsa, undan bu qush shamasini yengillatib qo'yadi. Qani, smaylas qushning qo'shnisi жалпы, namsal smaylas birga qaysi o'tir smaylas? Yengil. Her qaysi, misol, 40 bir dal bo'lsa, ko'rishdi, ikkovi ko'rishadi. Ko'rishdi, ikkovi bir tuzib qo'yadi. Ya'ni u qancha vazifa? Bir men qo'shnisi qancha vazifa? Tipga jazm qilishlar bo'ladi. Endi o'sha yerda bir qushning smaylas ikki qushning qo'shnisi deydi. Smaylas ikki qushning qo'shnisi deydi. Qaysi bo'ladi smaylas? Smaylas ham uchtalda. To'rttalay. Qo'shgan bosh qaysi? Uchtalasi. Üçtüyüz. Qaysi bo'ladi bizga? Yeter. Kaça oldu ki yoksa? Kaça adet görmediğimiz hususu? Benim de çok bir kardeş. Nega sebebi bir sırasını düşünmeyen bir kuşun sırasına tek. Yeni mayın yokusunda olmayan kuşlar. Aralasın geçmen kuşlar. Yani ötmek yekinin belki kaça adet? Ama kaç yapıyor? Ben kaç yapıyor? Sosun benim 4 kitaptan aldım. Kaç yapıyor bu arada? 4 kitapta. Bu şunları falan olsa sesini ne istiyoruz? Allah'ın kaç yapıyor? Sebebi 34 Februar'da 20'ye. Kaç vakıfta
екінші шығармай. Аттаға. Қайда шығарады? Қасыңа? Атыға қасыңа? Не болды ма неге? Алпыс бір, алпыс шығарып Osman dedi. Kaçamaz sosunuzu. Bir milyarıydı. Kaçamaz. Yedi o şeyde, o sonuçlar tarımda. Kaçın oldu? Ali. Ya, kadar onu. Buruştukta kim bu arada yeni bölge yine erken olarak şöyle sattığında bir tıkada çatırıyor. Birisi bir tıkada kapacak, birisi bir tıkada kapacak. Nasıl? Üç sonuçlu. Farkındasın, bir tıkada kapacak. Basmasın. Gözü canlı parçalar son işte dökülüp. Cevabı, tek yazdım. 4 fil buladı. Kaç var? Hastalık Türkçesi düştü. Yazamadık eyvallah. Paralı mıyız? Yazamamız var? Açılacağız. Kaça? 25. 30 yapalım. 25. Çok sik kaldı. Çok sik kim çıkardı? Çıkar okuyan kardeş bakar. Anlaşılsın diye kızla çıkarıyor. Aynı şu aslında. Ama aynı şu. Aynı Екі түзу қысқана анализ екеуі. Екі түзу қысқана пайда болған бұрыштарды екеуінің сегіз астан символ береді. Жүз пайдасы шығған жоқ.
burçlarının böyle ikincisini köpesi yüklemeydi. Sırasını ayrıydı, şu da para. Böyle ikincisini köpesi yüklemeydi. Vertikal yolların sonra iki öbürde bulabilir. Ya da öyle o ikincisini köpesi yüklemeydi. Bu da olan bu sakın sayılasını da köpesi yüklemeydi. Üç, üç. Kuvvetli dört. Yok, boş yazıyor. Bir. Hadi. Yüzü kara. Boş düşüyor, bacak, ağzı. Boş düşüyor, bacak. Yüzü yemedi. Boş düş. Boş düş. En sevdiğim. Çok boş düş ki başı. Boş. Boş düş ya. Düş. Osman. Boş dört. Dört. Kim bu adam kaçak? Yedi. Qaraydi. Mana uch to'rt degan o'rnida namozga qo'yib. Nega? Sevib bir bo'sh ishni 4 gradusda ko'pisi ortib ketadi. Shunda bo'sh ishni deydi. Bo'sh ish. Bo'sh nanjas. 4 bo'sh. 4 bitgan. To'rt anlaşılabiliriz. Bo'sh ish. Bo'sh ish. Yedi, naik kaçma alanda bir var yüzünden. Öyle mi olsa? Yes kuvvetli. Yes kuvvetli. Boş iş. Diye. Kaçam? Yedi, anda sama беспилуйте, все шады. Anda sama беспилуйте, все шады. Ол үшін сен беске білеміз. Қанша болды? 20. Одан қосам болды. Үш. Тең болады. Енді үш төрт тапшы. Үш төрт тең болады. 36 көйтіге қанша? Басында. Қашан сол бізде. Қанша көйтіп 36? Жоқ, үш тапқана төреге. Үш төрт. Үшінші қояқында ұшында. Үшті болған oluyor. Mantıklı desek boşluk şartı. Uzak böyle çalışan. Bu ilk bir şey. Tim buladı. Uzaktan dövdü. Kaça? Cevabı 4016. Cevabı Boş 4. Boş 4 diye. Boş 2. Diğer 36. 36 dersi.
Ha, ikisi. Koştur. Yapmadı. Şu an insanlar nasıl öğreneceğiz ama siz? İyi bir tabii. Biraz bakacağız ama siz. Oğlum bugün cevap verirse de bana cevap vereyim. Hop. Hop kadar bağlayın bana. Hop işte ödül bu var. Anladın mı? Bak bana.
Hayda hoş bir var. Bana ben de şey, çok terim, çok paralı. Var da, çok paralı da. Ben de siz tasma bile bir saç taktım. Orada koyuyor, ağzına nasıl koyacağım? Baba
Aslında tek kadar erkek erkek işte kuşlardan böyle kaldı vakit kaldı. Bir gün aldım. Bol bir erkek var. İşte sabah bakalım. Hadi geçelim kurs kelime için bu yüzden arkadaşlar mı? Bu yüzden bakalım. Bu yüzden. Eğer bu yüzden bağlaştık gibi bağlaştık tamam. Bizim çok kafalarımız var. Sabah bakalım olacak. Kariyer çok kısa sabah mama. Yaşlar nasıl mama. Aslında